Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ұсақ қол моторикасы дамытатын ойынмен бөлісетін боламын. Ең бірінші бізге жіп, қайшы, түтікше және картоп қажет болады. Ең бірінші түтікшемізді видеодағындай кесіп аламыз, немесе басқаша алып та кесуге болады. Мен бұда жасыл түсті таңдадым. Және де сарыны да қолдандым. Мінекей дайын кесіп алынған түтікшелеріміз, картон және де ыстық желім қажет болады. Мінекей осы майдаланып туралған кесілген түтікшелерімізді ыстық желім арқылы жағы картон бетіне түсіретін боламыз. Мен бастадым. Әркім өз орналасу ретін, түсін таңдайды, немесе макаронмен де дайындауға болады. Менікі дайын болды, енді осы жіп арқылы өткізетін боламыз. Бұл ойын арқылы бала ұсақ қол моторикасын дамытады және де түстерді ажыратып үйренеді. Бұда бізде 4 жасар бала ойнап жатыр. Мінекей өз қалауларыңызша түс айтасыз, сол түске түс бойынша өткізіп үйренеді. Мінекей бізбен бірге тамашалап отырыңыздар. Мінекей бұда бала өзінің есте сақтау қабілетін дамытады. Сонымен қатар